Мына жерде аспап тұр. Бұл аспап аты нар-ут. Бұл нар-ут. Тұран аспап десек, нар-ут терісіне оқсаң тұран болады. Нар-ут аспап, бұл түркі әлеміне ортақ. Түркі әлемінің бәрінде домбыраға ұқсас аспап бар, арғы тегіміз, бір жерден шыққан. Сонда түркі әлемінің достығы үшін, мына Әзербайжанда, мына Башқұртта тұр, мына татардың үйінде тұрса, осы аспаптарымыз әр қазақ үйінде бір домбыра болсын дейді ғой. Сол сияқты әр түркі үйінде бір домбыра тұрса, біз бір атаның баласымыз деп, достық символ ретінде міне осы аспап жасап шығарып отырмыз. Мынау Алтын Орданың бейнесі, көріністері. Мынау көк бөріміз, өзіміздің символымыз, тарихи айтыла беретін. Бір жаны бұны тартып ойнауға да болады. Ей деп қоямыз білеге. Өзіңіз шығардыңыз ба бұл туындыны? Иә, бұл өзінің авторлық жұмыстарым бәрі. Ал күйдің аты қандай деп қойдыңыз? Бұл ән екі жирен халық әні. Бұл ата бабаларымыз ойнап келген. Біздің ойнап келген. Керемет туынды. Ал оның мағынасы қандай? Екі жирен деп шашты да жирен шашты деп айтады. Сосын жирен деп жылқында деді. Жирен деп осылай байланыстырады. Иә. Бұл Екеу болып жүретін, жұп болып жүретін. Иә, жылқылар ғой, жалпы жылқын жирен түсті жылқы дейді. Көшкенде жылқайдайымен аламенен деп сол сияқты айтып жатады ғой. Яғни тарихи мағынасы өте зор десеңізші. Ал жалпы бұл жерде сіз ең ұзақ жұмыс істеген, ең көп мағына берген деталь қайсысы деп ойлайсыз? Ең жұмыс жасағаным ананың бейін. Енді бұның бәрі ұзақ. Бәрі оймен, бәрі бірімен бірі байланысып, бұны мен сахналап сөйлетемін. Әр жырлап өлеңдетіп айтамын. Басың бұны сағаттап өлеңдеп айтамын. Әр бейнелерін айтып шыққан кезде. Мен қазір қара сөзбен ғана айтып отырмын. Міне, ең қиын жерлерді айналып келіп, ана менен ең қиыны ой. Ол жасау қиын емес. Ой қиын. Ойдағыдай бұның барлығын жеткізу. Ал жалпы бұл ойға сіз қалай келдіңіз? Бұл өнерге бала кезімізден келдім ғой, балалық шағымнан. Кішкентайдан ескі құмыраларды, сынған құмыралар біз Сырдарияның бойында тұрдық. Солардан түрлі ойыншықтар жасап жүретін. Содан келдік, өсе келіп, үлкен жұмыстарға көштік, міне содан келе жатырмыз мінекей. Жалпы қанша уақыт талап етті осындай? Мына бір жұмыстың өзінде 3,5 жыл уақыт кетеді. 3,5 жыл? Иә. Бұл жерде жасау уақыт емес, бұл жерде ой уақыты кетеді. Бірімен бірі байланыстырып сөйлеу, оны сахналап сөйлету. Мен колледжде, университеттерде осы өнерінде әлемде жоқ дүние қылып, бұл әлемде жоқ бұл. Сол әлемде жоқ дүние мен сахналап сөйлеттім, сахналап сөйлету өнерін. Университеттерде бірнеше үлкен жерлерде, форумдарда осыны жеткізу елдің алдында сахналап сөйлеттім. Әр жүрекке жеткізу үшін.